мұғалім, оқушы және ата-ананың өзара байланысы. Бұлардың өзара байланысы маңызына тоқталатын болсақ, оқушының оқу нәтижесіне үштік байланыс өте маңызды болып келеді. Оқу процесі тиімді, жүйелі әрі тұрақты болады. Қиындықтарды ерте анықтауға көмектеседі және мотивацияны күшейтеді. Үштік модельдің негізгі принциптеріне тоқталатын болсақ, олардың ортақ мақсаты оқушының жан-жақты дамуы. Әр тараптың рөлі: мұғалім бағыт береді, ата-ана қолдайды, оқушы әрекет етеді. Жүйелі байланыс уақытылы ақпарат алмасу. Тәрбиелік бірізділік үй мен мектеп талаптарының сәйкестілігі болып табылады. Мұғалімнің рөлі: мұғалім білім беру үдерісін ұйымдастырушы, оқушы дамуының жетекшісі болып табылады. Мұғалімнің негізгі қызметтеріне тоқталатын болсақ, біріншіден, оқу процесін жоспарлау және тиімді әдіс-тәсілдерді таңдауы керек. Екіншіден, оқушы қабілетіне қарай саралап оқыту. Үшіншіден, оқу жетістіктеріне педагогикалық диагностика жүргізу. Төртіншіден, ата-анамен кәсіби байланыс орнату. Бесіншіден, оқушының психологиялық жағдайын ескеріп, қолдау көрсету. Алтыншыдан, тәрбиелік бағыттағы жұмыстарды жүйелі ұйымдастыру болып табылады. Ал оқушының рөлі: оқушы іс әрекетінің негізгі субъектісі болып табылады. Оның міндеттері: оқу процесіне белсенді қатысып, уақытын дұрыс жоспарлай отырып жауапкершілік таныту болып табылады. Ал ата-ананың рөлі: ата-ана баланың дамуына ықпал ететін негізгі орта. Жауапкершілігі үйде бала үшін қолайлы орта жасау, эмоциялық қолдау көрсету, мектептен тұрақты байланыс орнату болып табылады. Осылардың үш жақтың байланыс формаларына тоқталатын болсақ, біріншіден, ақпараттық байланыс. Мұғалім электронды, күнделік немесе хабарламалар арқылы оқу нәтижелері туралы ақпарат береді, ал ата-ана оқу барысын үнемі бақылап отырады. Екіншіден, түсіндіру және кеңес беру байланысы. Жеке әңгімелесу кезінде оқушының оқу ерекшеліктері талданады. Мұғалім ата-анаға оқу мен тәрбиеге қатысты нақты ұсыныстар жариялайтын болады. Үшіншіден, ынтымақтастық байланыс, яғни ата-ана мектеп іс-шараларына қатысып, бірлескен жобаларды қолдайды. Үш жақ оқушының дамуына ортақ жауапкершілік алады. Қарым-қатынас сапасының факторларына тоқталатын болсақ, сапалы өзара әрекет төмендегі факторларға негізделген. Біріншіден, жылы эмоциялық климат құру, яғни осы үштік ортада бір-бірімен жылы сөйлесуі керек. Екіншіден, коммуникация мәдениетінің жоғары болуы, бір-бірімен әрқашан сөйлесіп, білісіп, сұрақ қойып, қарым-қатынас жасауы керек. Үшіншіден, кері байланыстың уақытылы берілуі. Төртіншіден, жауапкершіліктің әділ бөлінуі. Бесіншіден, үй мен мектеп талаптарының үйлесімділігі болып табылады. Нәтижелі ынтымақтастықтың нәтижелеріне тоқталатын болсақ, оқушы үшін оқу мотивациясы артады, тәртібі реттеледі, қарым-қатынас дағдылары қалыптасады. Ал мұғалім үшін оқушыны жақсы түсінеді, сабақ жоспарын тиімді құра алады. Ата-ана үшін баласының даму деңгейін анық көреді. Мектептен сенімді байланыс орнатады, тәрбиелік жұмыс жеңілдейді. Кездесетін қиындықтар және себептерге тоқталатын болсақ, біріншіден, қиындықтар: байланыстың жеткіліксіздігі, үйдегі психологиялық шиеленістер, оқушының мотивациясының төмендеуі. Ал себептері: коммуникация мәдениетінің төмендігі, бала психологиясының ескерілмеуі, үш жақ арасындағы сенімсіздік және отбасылық мәселелердің әсерлері болып табылады. Шешім жолдары және ұсыныстарға тоқталатын болсақ, біріншіден, ашық әрі тұрақты байланыс орнату. Екіншіден, оқушы дамуы бойынша бірлескен жоспар құру. Үшіншіден, үйдегі қолдау көрсетудің нақты нұсқаулықтарын беру. Бесіншіден, эмоциялық сауығу үшін жақтан бірдей қолдау. Қорытындылай келе, мұғалім, оқушы және ата-ана білім беру процесінің ең маңызды үш тірегі болып табылады. Үш жақтың өзара сенімді, жүйелі, тиімді қарым-қатынасы үшін оқушының сапалы білім алуына, шығармашылық дамуына және табысты тұлға ретінде қалыптасуына мүмкіндік береді. Ынтымақтастық табыс кілті болып